Оңтүстік фильм ұсынады. Біздің Шардар ауданында осы 2001 жылы қол күрес ашылған. Менің бапкерім бар. Ол көршім, менен бір үйден кейін тұрады. Арман Қарсабаев деген. Өзінің үйінде бастаған. Сол кезде ағаларымыз, ағайларымыз шетелдерге шығып, басқа елдерге барып осы жеңіске жетіп келіп жатқандарын көріп, қуанып, мен де осындай болсам екен деп армандап, айма барып, Арман ағай мен де сіздер сияқты болып келеді. Сол кезде келіп, сен кішкентайсың деп сол кезде қайтарып жіберетін едім. Кейін мектеп 7-8 класстарда уже жақсылап кірісіп бастағанбыз. Біздің бапкеріміз Арман ағайымыз, ол кісі айтады, мықты спортшы болудан бұрын жақсы адам болып қалу дейді бұл өмірде. Күш деген келеді дейді, ол жақсы адам, ол мәңгі қалады дейді. 2015 жылы Корея елінің Сеул қаласында турнир ұйымдастырған бір халықаралық турнирдің бір бағдарламасы бар екен, жаңағыдай стол король деген. Ол жерде андай жеңген адам тұра береді, жаңағыдай кезек-кезегіне келе береді барлығы. Мен оны видеоға түсіргенде білген жоқ. 5 минуттай болып қалды, өзі қолым шаршап жаңағыдай терлей бастадым. 37-сі келген екен, кейін видеодан санап көрдік. Барлығын жеңдім, сөйтсе король деген, стол король деген номинациясын берді. Бұл спорт деген оңай нәрсе емес, көп еңбек талап ететін дүние. Одан соң қарапайымдылықта өте сақтап қалу керек. Қанша жерден биік болсаң да, мысалы сен халық ешкім етпесе, сен ешкім болмайсың.